This cow following me, I think. Мына бір сиыр менімен еріп келе жатыр. Корова хочет тоже по Казахстану, по миру покататься. Бай-бай, cow. Хош бол, сиыр. Айда, айда. Сиырлар жүр, коровы, lots of cows, mountain cows. Степной орел. Степ игл. I think this sheep fresh born baby. Look at that. Fresh born. Hey. Hey. What are you doing? Hey. You. Жаңа туған екен.
Жолда бір жігіт естірдім. Өзі қойшы жігіт екен. On my way I meet some guy with horse. He's working with his sheep. Я встретил одного парня, он работает с животными в горах. У него лошадь был быстрее. Это же Дамравихин. His horse was faster than me. He was going fast, going back to home. This guy from this place, he said there was so many people who's living inside this mountain, working with animals, and you can go to them, ask them, and stay with them. And he said he knows one guy from there. I will show the soon house, and he said you can directly go, just stay in their house. Наш жігіт айтты, осы жерде қойшылар тұрады, сол қойшылардың үйіне барып қонсаң болады деді. Вот этот парень говорил, здесь живет много людей в горах, ты можешь им попросить их остаться, они с радостью тебя примут. Ну, конечно, у меня другой план был, я хотел дальше идти, до вечера. I wanted to go further, so I didn't stop to this place. Вот жігіт оқымадым, себебі кішкентайша біраз жерге жетіп алды деп ойладым. Сондықтан тоқтаған жоқпын. Мына жерде таудан түсу біраз қиындау болды. Төмен былай жер екен. It was like a little bit hard place to go down. Спускаться здесь было чуть тяжело. Но мы сделали. From this part, starting slowly finishing mountain, and we are going out from mountain, and it soon starts mostly step. Бұл жерден бастап тау бітіп жатқан кезде таудың ішінен шығып келе жатырмын. Тау бітеді осы жерден. Здесь заканчивается горы. Я выхожу из горы, и здесь будет уже горы снижаться, дальше будет в основном степь. Finally coming out from mountain. Таудан шығып келе жатырмыз. Ақтерек ауылы. Наконец-то выходим из горы, и первое село Ақтерек. And almost now sun going down, so need to eat something in this village and sleep. Күн батып келе жатыр, тамақ жеу керек та осы ауылдан кейін, осы ауылдан шыға беріп
бір жерге ұйықтау керек. Надо покушать и спать. Скоро